Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін мінсіз құрақты тігетін боламын. Ең алдымен 12x12 өлшемдегі размерді қиып аламыз. Содан соң 9x9 өлшемдегі детальді қиып аламыз. 9x9 өлшемдегі детальді ортасына 2 бөлеміз. Осындай бұрыш болып шығу керек. Келесі өлшем 8x8, одан 2 дана керек, және оны да 2-ге бөліп аламыз. Яғни 4 бұрыш шығады. Келесі 7x7 өлшемдегі шашыны аламыз, одан біреу керек, оны да 2-ге бөліп 2 бұрыш шығарамыз. Келесі түсіміз басқаша түсте болу керек. Ені 4 см-лік ұзын жолақша етіп қиып алыңыздар. Келесі бізде бөз матасы. Бөз матам 21x21 см. Бөз матамызды машинкаға шетін қойып, үстіне ең үлкен шашымызды алып, шетін тігіп аламыз. 2 шетін тігеміз. Енді біз ұзын жолақшамызды қосып тігеміз. Көк матаның бұрышына дейін тігіп, ақшыл матамызды қиып тастаймыз. Лапкамызды көтеріп, айналдырып аламыз. Артқа жылжимыз. Ақшыл жолақшамызды қойып, тігеміз. Соңына дейін тігіп, оны да қиып тастаймыз. Енді анықтап қарасаңыздар, бұрышына басқа мата қоямыз. Біз жаңа 7x7 өлшемдегі шашыны 2-ге бөлген едік. Соның біреуін ақшыл жолақшамыздың қосылған жеріне бұрышына қойып, бірдей етіп сызықпен сызып аламыз. Сызықпен сызған жеріміздің астына және сызамыз 1 см арасы болу керек. Сол екінші сызған сызықтың бойымен бірдей етіп қоямыз. Тігісіне 1 см беріп тігіп шығамыз. Бұрышымыз әдемі болып шықты. Ақшыл жолақша артық болып тұр. Ол ештеңе етпейді, матаның астында қалып кетеді. Оған мән бермеңіздер. Келесі енді ақшыл матамызды және екінші қатар етіп жүргізіп шығамыз. Лапкамызды көтеріп, артқа жылжытып, екінші лентамызды тігеміз. Қажетті жерге дейін тігіп, қиып тастаймыз. Бірінші қатарды тіккендей, және осы екінші қатарды да осылай көк бұрышымызды бұрышына тігіп шығатын боламыз. Осылай бірдей етіп үстіне қойып аламыз, сызғышпен сызамыз, және астына 1 см ашып сызық түсіреміз. Бірінші емес, екінші сызған сызығымыздың ізінен матамыздың шетін бірдей етіп қойып, тігіп шығамыз. Тігісіне 1 см береміз. Сонда біздің бұрышымыз әдемі болып шығады. Біз ақшыл жолақшаны 2 қатар тіккеннен кейін, осындай 8x8 өлшемдегі бұрышымызды алып, осылай дәл жаңағы тәсілді қолданып, сызғышпен сызып аламыз, және 1 см төмен сызып, көк матамызды соның бойымен қойып тігіп шығамыз. Дәл солай екінші жағына да тігеміз. Матамыз бірдей әдемі болып шықты. Енді ақшыл жолақша матамызды үшінші қатармен тігіп шығамыз. Лапкамызды көтеріп, артқа жылжытып, матамызды ашып, келесі матамызды қойып, және оны да тігіп шығамыз. Матамызды ашамыз. Енді 8x8 өлшемдегі шашымыздың жартысын қойып, тігетін боламыз. Жаңағыдай сызғышты сызып аламыз. Және 1 см төмен жағына 1 см сызамыз. Сол екінші сызған сызығымыздың бойымен тігіп шығатын боламыз.
бұрыштарымыз әдемі болып шығып жатыр. Келесі 4-ші қатарымызды лентамызды тігіп шығамыз. Төртінші қатарымызды тігіп болған соң 8-8 өлшемдегі шашымыздың қалған соңғы бұрышын тігетін боламыз. Құрағымыз үлкен әдемі болып шығып жатыр. Ортадағы бұрышымызды тігіп болғаннан соң шетіндегі 2 бұрышымызды тігетін боламыз. Келесі 2 шетіне қоятын бұрышымыз 9-9 өлшемдегі шаршы. Оларды да дәл сол тәсілмен тігіп шығатын боламыз. Осымен біздің құраққа қиған матамыз таусылды. Шеттерін қосып тігіп шығамыз. Тігісіне 1 мм береміз. Артық шеттерін қайшымен қиып тастаймыз. Осымен біздің құрағымыз дайын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кет.